Мына құлпынай корейский сорт Soulhand деген құлпынай. Осының осындай өсіп жатқан мұртшаларын жұлып отыру керек. Мына мұртшалары. Сонда мына түбі жақсы өсетін болады. Жұлып тастасаңыз күштің бәрі мұртқа кетпейді. Пәлегіне кететін болады. Осы жұлып тастаған жақсы негізі. Мына уже бутондар пайда болып отыр. Яғни гүлдің несі, орындары. Бірақ бұл керек емес, ертең гүлдегеннен кейін жұлып тастайтын боламыз. Бірінші гүлін жұлып тастап, екінші, үшінші гүлдерін уже оражайға жібереміз, Құдай қаласа. Мінекей уже бутондар шығарып жатыр, яғни гүлдейтін жерлері. Ертең бір-екі күннен кейін жұлып тастайтын боламыз.